Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге шұжық дайындау тәсілін көрсетпекшімін. Ол үшін менің видеомның соңына дейін көрулеріңізді ұсынамын. Етті майды осылайша ұзынша етіп турап аламыз. Туралып болған етіміздің үстіне 5 қасық ас тұз саламыз. 5 ас тұз қасық қара бұрыш және 2 бас чеснок салып жақсылап араластырып аламыз. Туралып болған етімізді 1 сағатқа тындырып қоямыз. Келесі жұмыс ішекті тазалау. Ол үшін мынандай бізге сушитын таяқшасы керек. Ішегімізді ашып, ішіне суын құйып, іші сыртын жақсылап жуып аламыз. Ішекті абайлап жуамыз. Жарылып кетпеу керек, немесе ағаш тығып тесіп алмау керек. Тазалап болған ішегіміздің шетіне осылайша жіппен байлап қоямыз. Байлап болған ішегімізге енді еті мен майымен қосып біркелкі етіп ішіне сала бастаймыз. Бұл шұжықты мұздатқышқа салып сақтауға болады, немесе мұздатқышқа салмай бұлайынша кептіріп сүрлеуге де болады. Егер де мені канал ұнап жатса, маған тіркелуді, лайк басуды, немесе достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен каналымда сіздермен құпия рецепттермен, тез және оңай рецепттермен жасалатын тағамдармен бөлісетін боламын. Сондықтан маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Шұжықтың ұзындығы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Мысалы, мен жарты метрден сіздерге жасап көрсеттім. Барлық етімізді салып болған соң, осылайша тағы да жіппен байлап қоямыз. Мінекей достар, біздің шұжық дайын. Ас болсын.